Илон Маскты аңызға айналған адам және 20 ғасырдың Леонардо да Винчи деп атайды. Ол идеялармен ұштасып, кейін оны сәтті жүзеге асырады. PayPal, Tesla, SpaceX, SolarCity, Hyperloop оның стартаптары, оның есімі, белгішесі Стив Джобстың есімінен кем емес. Оның темір адамның басты кейіпкері, данышпан, миллиардер ойыншы және филантроп Тони Старктың прототипі болғаны таңқаларлық емес. Фильмнің екінші бөлігінде Илон Маск эпизодтық рөлде пайда болды. Онда ол өзін Тони Старктың досы ретінде ойнайды. 2015 Маск Симпсондар фильмінің дауыстық әрекетіне қатысты. Ол өзінде айтты, Илон Маск Спрингфилдке атом электр станциясын жаңғыртуға келген. Илон Масктың өмірге әкелген тамаша идеялары оған айтарлықтай табыс әкеледі. 2015 жылы оның байлығы Forbes мәліметтері бойынша 12,3 миллиард долларға жетті. Егер олар маған демалудан басқа ештеңе істеме десе, мен есінен танып қалар едім. Илон Маск бір кездері баспанаға, тамаққа төлейтін ақшаның өзі жететініне сенді. Жастық шағында тәуелсіз өмір бастау үшін Канадаға алғаш келген кезде, әртүрлі жұмыстарды атқарып, сеңге ауруына шалдықпай, күніне $1 өмір сүруге тырысты. Қазір ол ақша мәселесіне басқаша қарайды. Ақшаның маңызы зор екені белгілі болды, әсіресе егер сіз үлкен мақсаттар қойсаңыз, дейді ол, және ол өз компанияларын сатудан түскен табыстың көп бөлігін жаңа стартаптарға салады. Мен кітап оқимын. Илон Маск оның шексіз идеялары қайдан келеді деген сұраққа жауап берді. Бала кезінен ол кітап оқығанды жақсы көреді, және, әрине, ғылыми фантастиканы жақсы көреді. Менің таңдауларым арасында Дуглас Адамстың Автостоптың галактикаға нұсқауы ғылыми фантастикалық романдары бар. Ал ең сүйікті жазушылар Асимов пен Толкиен. Ол оны өзгертті деп айтқан кітаптардың ішінде Толкиеннің Сақиналардың әміршісі және Эйнштейн бар. Оның өмірі және ғаламы және Уолтер Исааксонның Бенджамин Франклин, Исаак Азимовтың фундамент циклі, Дж. Гордонның құрылыстар немесе неге заттар бұзылмайды, 0-ден 1-ге дейін стартапты қалай құруға болады, бұл болашақты өзгертеді. Питер Тиль, күмән саудагерлері, Арест және Конвей, Хейнлейннің қатал қожайын, соңғы өнертабыс. Адамзаттың авторы Джеймс Барат. Айтпақшы, Илон Маск Twitter желісін басқарады. Онда ол оқырмандарына оның 4-17 миллионы бар өзіне ұнайтын кітапты оқуға кеңес береді. Илон Маск 1971 жылы оңтүстік Африкадағы ең заманауи қала болып саналатын Преторияда дүниеге келген. Оның анасы диетолог, әкесі инженерлік кәсіп иесі, баласы 9 жасында ажырасып кеткен. Бұл Илон Маск қарапайым бала болды деген сөз емес. Амбиция мен жігер оған бала кезінен тән еді. Ол өзіне берілген Commodore 28 разрядты үй компьютерінде бағдарламалауды үйретті, және ол кезде ол 10 жаста еді. 12 жасында ол атыс ойынын жазып үлгерген. Кейін ол компаниялардың бірінің акцияларына инвестициялау үшін кездейсоқ емес, газеттер арқылы оның қызметін бақылау нәтижесінде $500 сатады. Болашақта бұл акцияларды тиімді сату оған 17 жасында баратын Канададағы оқу ақысын төлеуге мүмкіндік береді. Алдымен ол Монреальда, содан кейін Онтариода, содан кейін 1992 жылы ақш-қа көшеді. Онда ол Пенсильвания университетінде оқуын жалғастырып, экономика және физика бойынша білім алады. Осы ғылымдар бойынша бакалавр дәрежесін алғаннан кейін, ол Стэнфорд университетінде оқуын жалғастыруды жоспарлап отыр, бірақ соңында ол оны тастап кетеді. Ол практикалық әрекетке көшуді күте алмайды. Ол кейін ғылым докторы болады. Адамның уақытпен шектелетінін түсінетін мақсатты адам ретінде ол өз қызметінің басым бағыттарын анықтайды: интернет, ғарыш және жаңартылатын энергия көздері. Алдымен Zap2 болды. Zap2 Илон Масктың алғашқы компаниясы. Ол оны ағасымен бірге құрды. Онымен бірге индустриясының құпия астанасы The New York Times және Chicago Tribune сияқты жаңалықтар басылымдар үшін бағдарламалық жасақтама жасады. Бұл 1995 жылы болды. Ал 4 жылдан кейін оны ДК шығаратын америкалық Satra компаниясына $307 миллион сатады. Ал Илон Маск сатылымның 7%, $22 миллион алып миллионер болады. Бәлкім, мұндай соманың иегері атанған басқа біреу Илон емес, тынышталып, жайлы өмір сүрер еді. Өмірімнің соңына дейін жағажайда жату қорқынышты түс, деді ол.
Сәнді суперкар McLaren 1 мен жеке ұшағын сатып алған Маск төлем уақытын айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік беретін электронды төлем жүйесін жасау үшін қалған ақшаны жаңа стартапқа салды деп кеңес береді ол. Жоспарларыңызды жүзеге асыру үшін сізде жоғары мотивация болуы керек. Әйтпесе, өзіңізді бақытсыз ету қаупі бар. Компания ашу қиын нәрсе. Егер сіз ауыр жұмыс пен үлкен тәуекелден қорықпасаңыз, онда компания ашыңыз. Жаңа идея PayPal 1999 жылы сол жерде, Palo-Alto'da SAT компаниясын құрды. Бір жылдан кейін ол Confine компаниясымен біріктіріледі. Оның жобаларының бірі Raupal болады. Илон Маск бұл жобаның болашағын бағалайды, оны әзірлеумен айналысады және тіпті XCOM атауын Raupal деп өзгерткісі келеді. Бірақ олар оны қолдамайды және директорлар кеңесінің шешімімен ол қызметінен босатылады. Дегенмен уақыт оның дұрыс екенін көрсетеді. 2001 жылы PayPal интернет дүкендерде және онлайн аукциондарда негізгі төлем жүйесі болады. Соның ішінде eBay'де сәл бұрынғысынша Raupal деп өзгертіліп, оның акциялары биржада орналастырылатын болады. Нәтижесінде PayPal'ды eBay 5 миллиард долларға сатып алады. Маск қалдырған 12 акция оған жеке $165 миллион әкеледі. Және ол өзінің бизнес империясын құруға кіріседі. Рас, ол енді интернетке қосылмайды. Мен адамзаттың болашағын жақсартатын нәрселерді жасағым келеді дейді ол. Келесі жобалар SpaceX және Tesla. Илон Маск 2002 жылы негізі қаланған SpaceX-ті құруға $100 миллион астам инвестиция салды. Ол әлі күнге дейін оның бас директоры және бас инженері қызметін атқарады. Илонның осы кішкентай көк шардың шеңберінен шығу туралы көптен бергі арманы орындалды. Ол біздің планетаның өмірі үнемі астероид немесе супер жанартау арқылы жойылып кету қаупінде екенін және оның жаңа пайда болуына байланысты жойылып кетуі мүмкін екенін айтады. Әлі белгісіз жойқын технология, сондықтан адамзат оны тастап кетуге дайындалуы керек. Ал ол үшін ғарыш кеңістігін зерттеп, басқа планеталарда тіршілік болуы мүмкін бе, жоқ па, соны анықтау керек. Егер солай болса, онда оларды дамыту керек. Оның тікелей мақсаты Марс, мен Марста өлгім келеді дейді ол. Және ол әзілмен қосады, тек, әрине, оның бетінде апатқа ұшырамай. Бұл қызығушылық Falcon зымыран тасығышын және Dragon ғарыш кемесін ұшыру туралы келісім шарттарға қол жеткізді. Бір сипаумен шағын автомобиль компаниясы әлемдегі ең табысты автомобиль өндірушісіне айналады. Илон Маск 2003 жылы инженерлер Мартин Эберхард пен Марк Таппенин құрған Tesla Motors компаниясына 2004 жылы $5 миллион инвестициялады. Қазір ол атақты электромобильдер шығаратын компанияның директорлар кеңесінің төрағасы және бас дизайнері. Ал автомобиль патшасы Генри Форд Илон Маскты жаңа Генри Форд деп атағанына қуанатыны шығар. Компанияның тарихы Эберхардтың жанармай құюды қажет етпейтін үнемді және экологиялық таза автомобиль жасауды жоспарлауынан басталды. Оның үстіне ауаны ластайтын көліктерге қойылатын талаптар да күшейтілді. Бірде-бір өндіруші бензинмен жұмыс істейтін автомобильдерге балама ұсына алмады. Солардың бірі Илон Маск болды. Ол да жасыл технологияларға қызығушылық танытты. Оған қоса, жобаны Google негізін қалаушылар Сергей Брин мен Ларри Пейдж инвестициялаған. Компанияға ешкім сенбеді. Біраз уақытқа дейін ол тиімсіз болып саналды. Расында да басшылықтың қате есептеулерінен сату бағасы жобаға енгізілгеннен асып кеткенде, кейбір кеңселер жабылып, қызметкерлері жұмыстан босатылған кезде компания қиын кезеңдерді бастан өткерді. Масктың өзі сүйікті спорт көлігі McLarenмен қоштасуға мәжбүр болды. Компания қиын кезеңді бастан өткеріп жатқан жалғыз компания емес. Бұл Масктың жеке өмірінде де көтерілді. Ол әйелімен және балаларының анасы Джастинмен ажырасқалы жатыр. Рас, 2010 жылы британдық актриса Талула Райлиге үйленді. 2 жылдан кейін олар 2013 жылы қайтадан үйлену үшін ажырасып кетеді. 2015 жылдың басында ерлі зайыптылар ажырасуға қайтадан арыз береді, ал Маск міндетті түрде ажырасуға мәжбүр болады. Райлиге $16 миллион қолдау төлеңіз. Бірақ ажырасу болмайды, татуласу 2016 жылдың наурызына дейін болады. Жағдайдың одан әрі қалай өрбитіні белгісіз. Үйлену әдеті олар туралы. Енді Илон Маск өзінің өсу кезеңі өте қиын болғанын еске алады. Алғашқы некедегі 5 ұлын өзі құрған мектепке беруінің бір себебі осында болса керек. Бұл кішігірім мектеп оның құрылу кезінде оның балалары бар болғаны 14 адам болды.
ол Astra деп аталады және оқытудың принципті жаңа тәсілін қолданады, сыныптарға бөлінбейді, жеке мүдделері былай ескеріліп, практикалық іс-әрекетке басымдық беріледі. Элон балалардың ол жаққа барғанын ұнататынын, ал демалыс кезінде сабақтың басталуын күте алмайтынын айтады. Мектеп эксперимент ретінде ашылғанымен, Маған стандартты өмір тұрғысынан жұмыс істеудің қажеті жоқ дейді Илон Маск, бірақ мен жұмыс істеймін. Мен күн сайын, аптасына 7 күн жұмыс істеймін. Мен бірнеше жылдан бері демалыста болмадым.